Это наша с тобою земля, это наша с тобой биография. Екібастұз өңірінің белгілі ақын жазушысы Жұмағали Бижанолда Богатырь көмір серіктестігінде еңбек етіп, компанияда мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтуге өзінің үлесін қосты деп сеніммен айтуға болады. Қарашаның бірінде 75 жылдық мерейтойын атап өтіп отырған Жұмағали Қоғабай Ақтоғай ауданы Шұға ауылында дүниеге келген. Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі мамандығы бойынша жоғары білім алғасын Екібастұз педагогикалық училищесінде ұстаздық етіп, кейін Павлодар облысының Қызылту газетінде еңбек етті. 1989-1998 жылдары аралығында Екібастұз қалалық радиосын басқарды. Ал 2000 жылы Богатырь көмір компаниясына аудармашы болып қабылданды. Аудармашылықтан бастадым. Аудармашылықтан бастап, ол кезде бас директор Денис Прайс. Іс қағаздары ештеңе жоқ ол кезде Богатырьде. Бір үстел, бір телевидение, экран. Сол іс қағаздарын делопроизводствоны құрудан бастады. То есть, ол үшін Богатырь көмірдің құрамына кіретін ұмытпасам 7 құрылым бар, структура. Богатырь кеніші, Северный, БПТУ, РГТО, коммерческий отдел бөлім дейді. Соларға барып, осы әкімшіліктегі күллі құжаттарды қарап, қай жерде не бар, қалай қазақшылау керек заңды түрде. Тілдер туралы заңға сүйеніп отырып, жаңағы 2 тілде жүргізуді, мемлекеттік тілде жүргізуді осы жерде бастауды, негіздеуді Алла маған нәсіп етті. Ол кезде бірыңғай тек қана пресс-служба баспасөз қызметі орысша хабарлар беретінді. Неге қазақ тілінде бермеске деген ұсыныс жасадым. Ол ұсынысты қабылданды. Бас директорға хат жазып, мұғалім алайық, қазақ тілін оқытатын деген. Ол да ұсынысты қабылданды. Сөйтіп бір мұғалім алдық. Ол сол график кесте жасатқыздық. Әрбір кәсіпорынға жібердік, кім оқысы келеді. Өзінің ықыласы бойынша, өз ниеті бойынша. Олар тізімін жасады. Кейде автобус беріп, сол өндіріс орындарына барып оқытты. Кейде осында келіп оқытты. Осының ішіндегі бөлімдерге барып, дербес оқулар болды. Бұл да бір жақсы ұсыныс болды, әжептәуір оқыды. Жұмағали Бижанолла 20-дан астам кітаптың авторы, соның бірі Богатырь көмірге арналған. 2010-11 жыл болса керек, енді 1-2 жылдан кейін зейнетаққа шығу керек. Сол кездегі бас директор Шөкенге ұсыныс жасадым. Осындай деректі кітап жазсақ қалай болады. Егер сіз қаржы бөлсеңіз, маған төлесеңіз, мен сол кітапты жазып шығарар едім деп. Қай бағытта? Осындай әлеуметтік жағдай, өндіріс жағы, еңбекшілердің өмірі, демалысы, тілге деген көзқарасы, бірлігі, осы туралы жазамын, фотосуреттер болады. Сонымен жаңағы Бутырин көп фотолар берді маған. Сол ақылдасып отырып, осы кітап шығардық. Это наша с тобой биография.